Сәлем, байланыста Ұлықбек ағай және біз сенімен бүгін тест талдайын деп жатырмыз. Тест центр ұсынған тесттерді талдайтын боламыз. Барынша толығырақ талқылап өтуге тырысатын боламыз. Ондай болса бастайық. Бірінші сұрағымыз бізде айтады. Перғауынның маңызды діни рәсімдерді атқарғанына байланысты иеленген атағы дейді. Құдіретті күш, күн нұры, тәңір құты деген сияқты. Ол бізде балалар жауабы А болады бұл жерде. Күн ұлы болады. Негізінде біз ол былай айтылады. Ол осы діни рәсімдерде өте маңызды рөл атқарды. Себебі Перғауын дегеніміз Египеттің басшысы, басқару лауазымы ежелгі Египетте. Және ол себебі күн ұлы болған деп айтамыз. Және сонымен қоса олар күн құдайын Египетте Ра деп атайтын еді. Сол Раның баласы болып тұр сонда. Егер Раның ұлы баласы болатын болса, ол Хора деген құдайдың бейнесі деп айтамыз. Хораның бейнесі деп айтамыз. Жалпы біз айтамыз, Перғауын ол аспан әміршісі болып саналған еді. Және оның соңына қарай күн құдайымен, күн иесімен өзі ол Ра құдайы болып жарияланды. Яғни басында ол Раның баласы деп айтылатын болса, соңына қарай уже Египеттің перғауындары уже Ра құдайының өзі, перғауынның өзі Ра құдайы деп айтылатын еді. Сол себепті осындай ерекшеліктер болатын еді. Енді тағы айтады, перғауындардың өзінің мықтылығын, құдіретін көрсету үшін пирамидалар салдырды деп айтамыз. Египеттегі пирамидалар содан еді. Келесі біздің сұрағымыз ол бізде мынау. Бұл жерде айтады, 988 жылы Киев Руси князі Владимир тұсында қабылданған дін. Әрине ол христиан діні болатын. Бұл жерге назар аудару керек нәрсе, ол бізде 988 жылы қашан кім қабылдайды? Владимир деген кісі князі қабылдайтын еді. Және осы христиан дінін қабылдау олардың халықаралық беделін арттырды дейміз. Халықаралық беделі артты Ресейдің. Енді ол уақытта Ресей емес, ол Киев Руси деп аталатын еді. Енді саған білу керек нәрсе, кімнен қабылдады бұлар? Киев Руси бізде Византиядан қабылдайтын болады. Наоборот, стрелка қойым керек еді. То есть христиан дінін бұлар Византиядан қабылдайтын еді. Сонда христиан дінін қабылдамай тұрып, бұлардың діні қандай болды дейтін болсақ, біз айтамыз, бұлардың діні пұтқа табынушылық болды. Табынушылық болған деп айтамыз. Енді айтады, шіркеуге дейді, осы 10-нан 1 бөлігін төлеу керек дейді. 10-нан 1 бөлігі деген салық, ол шіркеу ондығы деп аталады. Шіркеу ондығы деген салық төлеп отыратын еді. Және князьдар, осы Киев Русіндегі князьдар христиан шіркеуіне өте көп жер сыйлап отыратын еді. Соның арқасында шіркеу князьдің билігін қолдайды, князь шіркеуге көптеген сый-сияпаттар, салықтар, жерлер беретін еді. Сөйтіп, бұлар бір-бірінің билігін нығайтып отырған екеуі. Best friends forever болып кеткен ғой. Келесі айтады. 100 жылдық соғыс барысында Англияда шаруалардың көтерілісінің басшысы дейді. Бұл жерде жауап бізде Уат Тайлер деген кісі болатын еді. Және біз сенімен мына нәрсені айтамыз. Бізде Уат Тайлердің көтерілісі 1381 жылы басталған еді. Неге басталды? Себебі неде болды десек? Себебі 100 жылдық соғыс жалғасып жатыр, және қара індеттің нәтижесінде халықтың жағдайы нашар болды. Екі нәрсе әсер еткен екен, 100 жылдық соғыс және қара індет әсер еткен екен. Бұл жерде біздің тағын айтатынымыз, бұл қай жерде басталды? Бұл Эссекс деген графтықта басталған еді. Эссекс деген графтықта басталып, және осы кең тарап, Эссекс дегеніміз, Эссекстан кейін Лондонға тарап келетін еді. Яғни Лондон қаласының кедейлері, Лондон қаласының кедейлері көтерілісшілерге қақпаны ашып береді. Сөйтеді, үстіп көтерілістің басшысы Уат Тайлер болады. Бұл жерде Уат Тайлердің тағы да басқа маңызды өзінің досы болады, уағыздаушы, ол Джон Бол деген кісі. Джон Бол. Және Джон Бол ол уағыз жүргізіп, көтерілісшілер бірінші уағыздар үшін билік оны түрмеге отырғызып тастайды, көтерілісшілер оны босататын еді. Сөйтеді, сол уақытта патша кім болады Уат Тайлердің көтеріліс кезінде? Ол екінші Карл деп айтамыз. Екінші Карл емес, екінші Ричард болады. Екінші Ричард.
деген кісі болады. Және осы бұл кісі көтерілісшілермен кездесуге мәжбүр болып, сол кездесуінде Лондон қаласының мэрі Уот Тайлерді өлтіріп кететін еді, иә. Хорошо. Енді қара, мына жерде Генрих Тюдор деген кісі бар. Бұл бізде Тюдорлар әулетінің негізін қалаушы кісі. Ол осы 1485 жылы Тюдорлар әулетінің негізін қалайтын еді. Есіңде ғой? Алқызыл ақ раушандар соғысы болады, және соның нәтижесінде ақ раушан мен қызыл раушан бірігеді деп айтамыз ғой. Енді қара, Генрих Ланкастер дейтін болсақ, сол Ланкастер әулеті нем болады? Бұлардың белгісі қызыл, ал қызыл раушан болатын еді. Қызыл раушан деп қойын. Өлең бар еді, қызыл раушан деп. Бұларға қарсы тұратын әулетті Йорк деп атайтын едік. Сол Йорктардың таңбасында ақ раушан болатын еді. Ақ раушан. Негізі осы бұлардың арасында, екеуінің арасында соғыс болады 1455-85 жылдарының арасында. Жанна Дарк деген кісіміз, ол бізде Франциядағы кейіпкер. Франциядағы 100 жылдық соғыста осы Францияның бірігуіне өте үлкен үлес қосқан кісі болатын еді Жанна Дарк. Хорошо. Ары қарай жылжыдық, бізде айтады келесі біздің сұрағымыз. Христофор Колумб Американы ашқан жыл дейді. Бұны 100 атадан да білеміз, 1492 жыл бұл жерде дұрыс жауап болады. Негізінде бұл бізде Палос қаласынан шығатын еді, Испаниядан шығады бұл. Палос Испаниядан шығып, саяхатын сояқтан бастайтын еді. 3 кемемен шығады, Ниня, Пинта, Санта Мария деген сияқты 3 кемелерінен шығады. Бірақ біз бүгін сенімен мына нәрсеге көбірек назар аударайық. Бұл қай жерлерге барды, қай жерлерді ашты деген нәрселерге назар аударып кетсек. Бірінші, бұл саяхатының барысында Сарагос деген теңізді ашатын болады. Сарагос теңізі Сарагос теңізі Колумбтың Атлант мұхитында ашылған бірінші жаңалығы деп қояды. Бізде бірінші жаңалық деп қояйық. Сен біліп жүр, бұл именно Атлантикалық мұхитында. Атлантикадан қазір Америкаға баратыр. Кейін, бұл жерде ол көретін Америкаға жақындаған кезде Сан-Сальвадор деген аралды көретін еді. Одан кейін, ол өстіп Кариб теңізінде жүріп, ол Кубаны, Гаитиді бізде кейін Эспаньола деп атайды. Эспаньола дегенді ашады. Осы аралдарды ашатын еді. Одан кейін, ол уже кейінгі, бұл бірінші саяхат болса, кейінгі саяхаттарында ол жаңадан басқа жерлерді ашады. Мысал үшін, кіші Антилия деген жерді ашады. Пуэрто-Риканы ашады. Пуэрто-Рикадағы қызыға басы кете ма? Пуэрто-Рика деген жерді ашады. Ямайканы ашады. Ямайка деген өлең бар еді. Ұлықбек ағайында на все случаи жизни өлеңдер бар сияқты. Кейін бізде тағын бір жер қалды. Тринидад деген жер қалды. Тринидад деген жер ашады. Осы жерлерді, ол орталық Америка жақтардағы жерлерді ашатын еді. Кейін 1502-1504 жылдары ол 4-ші рет саяхатқа шығады. И сол уақытта ол өзі бүкіл әлемді айналып шықпақшы болатын еді. Но бара-бара, енді Колумб ашқан кезде бұның ойы не еді? Мен Үндістанға теңіз жолын аштым деп отыр ғой. Негізінде уже соңына қарай Колумбтың басына жетеді. Мына что-то басқа жерлер ау, бұл Үндістан емес ау деген көзі жете бастайды. Бірақ ол әлі өзі дәканса бұл нәрсені айтпайды. Оның кейін Америка Веспуччи деген саяхатшы бұл басқа жерлер, бұл Үндістан емес деп айтып шығатын кісі болады. Хорошо. Енді келесі сұрағымыз айтады. 1649 жылы мамырда Англияда жарияланған басқару жүйесі. Бұл жерде 1649 жылы Англия республика болады бізде. Себебі жоғарғы сот сол уақыттағы Англияның королін, бірінші Карл деген корольді өлім жазасына кеседі. Соның нәтижесінде бізде Англия республика болып жарияланатын еді. Тағын республика болып жариялануына өте бір маңызды үлкен үлес қосқан
оқиға прайдтық тазарту дегеніміз болады. Енді есіңде ма? Прайдтық тазарту дегеніміз былай болады. Енді парламент бар ғой. Сол уақытта парламент басында бұлар парламент корольмен ұрысып қалған. Бірақ парламент корольмен ұрысып қалғанына қарамастан парламенттің ішіндегі депутаттар давайте корольді қайтарайық, корольді шақырайық деп айтатындар бар екен. Сол корольді жақтастары бар екен. Сол кезде полковник Прайд ол не істейді? Ол алады да парламенттен бүкіл сондай депутаттарды шығарып жіберетін болады. Шығарып жібереді дегенде көбірек конечно өлтіріп жібереді. И соның нәтижесінде корольмен ымыраға келуін жол бермейді. Түсінікті да? Бұны айтатынымыз осы прайдтық тазарту. Ол дегеніміз не екен? Парламенттен қуып шығу кімді? Корольмен келісейік, корольмен ымыраға келуді жақтайтын депутаттарды. Так, жақсы, біз ары қарай жалғастырып жатырмыз. Айтады, 18 ғасырда солтүстік америкалық отарларда экономикалық даму тежеген факторлардың бірі. Так, фермерлік шаруашылық дамыды. Жоқ, бұл наоборот жақсы нәрсе, бұл наоборот көмектеседі Америкаға. Ағылшын буржуазиясының отарларда тек шикізат көзі ретінде қарастыру. Бұл жерде осындай болады. Ағылшын буржуазиясы тек шикізат көзінде қарастыратын болады. То есть, ағылшындар барынша бұл жерге Америка жерінде капитализм дамуына, жалпы шаруашылығы дамуына кедергі жасайтын еді. Капиталистік мануфактураның таралуы бұл наоборот жақсы нәрсе. Қоныстанушылардың бос жерлерін өз еркімен иелену дегеніміз, ол бізде как раз таки осы нәрсені біз сендермен скватерлік деп атаймыз. Скватерлік. Скватерлік дегеніміз сонда не ол? Скватерлік дегеніміз Америкада шығыс жағалауынан батысқа қарай бос жерлерді иеленуді айтамыз. Енді қара, тағын сол уақытта Америкада фермерлік шаруашылық Американың тек солтүстік ақштың, енді Америка құрама штаттары деген мемлекет бар ғой, соның солтүстік бөлігінде ғана дамитын еді. Солтүстік. Ал оңтүстігінде, мысалы үшін оңтүстікте, ол уақытта плантация дамитын еді. Қара, плантацияның бір ерекшелігі оларда құл жұмыс істейтін болады. Құлдар жұмыс істейтін болады еді. Жақсы? Енді қара, Америка құрама штаттары ақш, Америка ол ағылшындардың отары болатын еді. Яғни ағылшындар, Англия деп қойын, Англия Американы отарлайды. Сонымен қара, Англия дегеніміз Американы отарлауы, сонда Англия метрополия болады, метрополия. Ал Америка отар болады, түсінің ба? Сонда отарлаушы елді біз сенмен метрополия деп атаймыз. Ал біз келесі сұраққа жылжимыз. Келесі сұрағымыз айтады, Осман империясында жүргізілген Танзимат реформасының мақсаттарының бірі дейді. Так, давай қарап шығайық. Оқшалану саясатын нығайту дейді. Жоқ, оқшалану саясаты бізде көбінесе ақш-та қолданады, және шығыс елдер, мысалы үшін Қытай, Жапония, жабық есік саясатын айтамыз. Капитализм дамуына мүмкіндік туғызу, мынау жатады. Капитализм даму жақсы нәрсе. Феодалдық қатынастарды нығайту. Жоқ, наоборот, феодализмнен құтылмақшы. Феодализм ол уақытта уже отстой, янычар билігінің қалпына келтіру. Жоқ, янычарлар билік құрмаған. Янычарлар тек қана Осман империясында әскер. Так что мынау дұрыс жауабы болады. Қара, Танзимат дегеніміз ол Осман империясындағы реформа, қашан болады? 1839-1870 бір жерлерде 76 жылдары дейді. Так, біз қазір 76 деп айтамыз. Жақсы, енді саған білу керек нәрсе, мақсаты оның не? Мақсаты оның айтамыз. Бұл жерде сұлтан билігін нығайту, Балқандағы ұлт-азаттық көтерілістерді басу, түрік үкіметінің европалық державалардан тәуелділігін тежеу, мемлекеттің құрылысы батыс Европа елдері сияқты жақындату. Түсінікті? Міне осындай мақсаттары болады. Сонда Танзиматтың мақсаты барынша Осман империясының проблемаларын шешіп, сол уақыттағы проблемаларын шешіп, ары қарай дамыту. Түсінікті? Енді қара, бізде бірінші кезең, бірінші болды 1839 жылы. Танзимат реформасы қандай құжаттан басталады? Біз айтамыз, Гүл-хане хат-и шериф деген құжаттан басталатын еді. Хат-и шериф деген құжаттан басталатын еді. Гүл-хане хат-и шериф. Гүл-хане хат-и шерифтің негізінде 3 негізгі мақсаттары болады. Қандай мақсат жариялайды? Бірінші, ең маңыздысы менің ойымша, ол дініне қарамастан,
дініне қарамастан барлық осы Осман империясының барлық тұрғындарына өміріне, ар-ұжданығына, дүние мүлкіне кепілдік беруді айтамыз. Түсінікті? Дініне қарамастан бәріне кепілдік, бәріне тең құқық беру, бұл айтқанда қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Екінші кезеңі бұл айтады салықты бір келкі жинау, салықты дұрыс жинау дейік, дұрыс жинау. Үшіншісі әскери қызметтің мерзімін қысқарту, әскери қызметтің мерзімін қысқарту деген мақсаттары тұратын еді. Гүл ханай хады шериф. Ал біз ары қарай жылжыдық. Енді айтады, келесі сұрағымыз 19 ғасырда Пруссия әскерін реформалар арқылы жалпы халықтық әскерге айналдырған тұлға. Так, бұл жерде, конечно, Пруссия дейтін болсақ, бізде в первую очередь кім есімізге түседі? Конечно, Отто фон Бисмарк. Қара, Джузеппе Мадини ол бізде Италиядан. Қайдан білеміз итальяндық екен? Потому что фамилиясы иға аяқталады. Меттерних ол Австриядан бізде. Австриядан. Луи Бонапарт, Наполеон Бонапарт бар, Луи дегендеріміздің көбі бізде Франциядан шыққан. Людовик дегендеріміз, олар, значит, Франциядан. А получается, Пруссиядан или Германиядан бізде Отто фон Бисмарк деген кісі болады. Енді Отто фон Бисмарк туралы айтайық. Отто фон Бисмаркты біз сендермен темір канцлер дейміз. Есіңде ма? Темір канцлер өте строгий, мықты саясаткерлердің бірі болатын еді. Осы Отто фон Бисмарк кезінде Германияда капитализм дамиды. Бірақ басқа Англия, Франция сияқты капитализм емес, жоқ, басқаша. Ол айтады, бұл капитализмнің дейді. Капитализмнің қандай түрі? Капитализмнің германдық нұсқауы. Или неміс нұсқауы дейді бір жерлерде, значит, германдық нұсқауы тарайды. Ерекше түрі екен капитализм. Отто фон Бисмарк кезінде бізде сыртқы саясатында милитаризм саясатын орнайды. Милитаризм дегеніміз әскери салаға көп назар аудару, көп ресурс бөлуді, әскерилендіруді біз милитаризм деп атаймыз. Оның ұраны былай айтқанда қан мен темір. Қан мен темір. Бізде қараңдар, Қазақстан тарихында қан мен тер деген бар, Нұрпейісовтің еңбегі. Бұл қан мен темір деген ұраны болатын еді. Сонымен бұл жерде бұл кісі Германияны өте мықты қылып жібереді. Және Отто фон Бисмарк елді и Ресеймен, и Франциямен, Ресей мен Францияға қарсы бір мезетте, бір уақытта соғыс жүргізуге дайындалады. А бұл екеуі екі жақта болатын еді. Отто фон Бисмарк Германияны өте мықты қылып жібереді. Итак, Джузеппе Мадини туралы айтып кетсек, 1831 жылы бұл Жас Италия деген ұйым құрады. Жас Италия. Оның мақсаты не? Оның мақсаты Жас Италияның екі мақсаты болады дейміз. Біріншісі, австриялықтардан азат болу. Бұл уақытта бізде азат ету проблемасы болады австриялықтардан. Екіншісі, Италияны біріктіру проблемасы болады. Біріктіру. Енді қараңдар, осы әрекеттеріне Джузеппе Мадини кімді шақырады дейді? Сол уақытта біз айтамыз, бұл Джузеппе Мадиниға осы күресте бізде Джузеппе Гарибальди деген кісі көмектеді. Гарибальди деген кісі. Меттерних дегеніміз, Меттерних ол бізде Австрияның саясаткері, и біз былай айтады. Бұл 1848 жылы революциялар болып жатыр, және Венада да, Австрияның астанасы, сол Венада да толқулар болып жатыр. Және сол толқуларда не талап етіп жатыр айтады? Бізге конституция керек дейді, конституция қабылдайық дейді. И плюс еще мынау Меттерних кетсін деген ұранды жолға қоятын еді. Так, мен мынаны өшіріп тастасам, сен, надеюсь, жазып алдың, или өзіңе пауза қойып ал, мен потому что мынаны өшіріп тастаймын да. И қазір мына Луи Бонапарт туралы саған түсіндіріп беремін. Итак, Луи Бонапарт бізде Францияда. Қара, өзі бұның оқиғасы былай болады. Өзі 1847 жылы Францияда да революция болады. Франция сөйтеді екінші республика болатын еді. Екінші республика болып. Сол кезде 1847 жылы Наполеон Бонапарттың жиені Луи Наполеон, оның өзі Луи Наполеон ол өзі, ол президент болып сайланады, түсіндің бе? Президент. Бірақ бара-бара жағдай нашарлай бергеннен кейін, ол 1852 жылы Луи Наполеон бізде үшінші Наполеон деген атақ алып,
император болып кетеді ғой. То есть начинал как президент, потом император болып кетеді. Император. И вот сондай оқиға бар. И бұл бізде император болып отырады до тех пор, пока 1871 жылы бұлар Пруссиямен соғысып қалады, Отто фон Бисмарктармен. Сол 1871 жылға дейін отыратын болады. Ол жерде жеңіліп Франция, сонымен үшінші Наполеонның билігі или Луи Бонапарттың билігі құлағанша. Ну, қараңдар, бізде мына жақта Луи Бонапарт дегенімізде не совсем так, да? Оның өзі несі Луи Наполеон, түсінікті? Ал кейін ол өзінің атағын үшінші Наполеон деп жариялап алады. Поэтому Луи Бонапарт дегеніміз ондай тікелей ондай адам жоқ бізде. Вот, сол нюанс. Надеюсь, сен оны түсініп отырсың, и біз сол кісіні айтып отырмыз, иә. Жақсы, ондай болса ары қарай біз жылжыдық. Айтамыз, бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында алғаш рет химиялық қаруды қолданған ел. Ол бізде мынау Германия болады. Хорошо. Бұл жерде 1915 жылы 22 сәуірде Ипр деген жерде бұл шайқаста как раз хлорды қолданады. Бұл ипрлік газ ең алғаш рет химиялық қару болып саналады. И бұл жерде олар баллоннан хлорды шашатын болады ғой. Сол, точнее, шашат дегенде, шығарат деген дұрыс шығар. Сол шығарат да, и ол кейін газбен ары қарай жауларды тұншықтыру керек еді, улау керек еді деп айтайық. Бұл осы химиялық қарудың шабуылынан бізде 15 мың адам зардапты шегеді. Оның 5 мыңы кейін қайтыс болады дейміз. 5 мыңы қайтыс болды дейміз. Қорқынышты, и бізде осыдан кейін, химиялық қарудан кейін, бізде не ойлап табады осыған қарсы күресу үшін? Газ тұмылдықтар ойлап табады. Тұмылдықтар. Содан кейін газ тұмылдықтар ойлап тапқаннан кейін, химиялық қару өте қатты опасно болмай қалады. Сондықтан уже басқаша жолдарын іздеуге тура келеді. Газ тұмылдықтар. Или біз халықта просто оны противогаз деп атаймыз. Айтады, Ресейде жаңа экономикалық саясат кезінде жүзеге асырылған іс-шаралардың бірі. Так, еңбек міндеткерлігі жойылды. Бопты. Еңбек, жауап мына болады балалар. Қараңдар, негізі бізде мынандай екі саясат бар, КСРО кезінде. Давай саған айтып кетейік. Қандай саясаттар? Бірінші, әскери коммунизм. Әскери, мен әкі деп қойсам, ол әскери коммунизм. Екіншісі жест, жаңа экономикалық саясат. Қара, әскери коммунизмде барлық нәрсе қатал, ол соғыс кезінде қолданып отыр, азаматтық соғыс кезінде. Бәр нәрсе қатал, строго, тыйым саламыз, бүкіл нәрсені алып кел дейді. Главный сен білу керек нәрсе бұл жерде азық-түлік салғырты дегеніміз. Азық-түлік салғырты дегеніміз 30%-ын саған қалдырамыз, 70%-ын мемлекет алып қояды. Ал мына жест деген кезімізде бізде ол басқаша болады, оған противоположный болады. Бұл жерде рұқсат беру болады, көбінесе мынау рұқсат береміз, обязанность деген нәрселерді жойып тастаймыз, қаласаң істе, қаламасаң істеме деген еркіндік береміз дейді. Бұның ең басты ерекшелігі ол азық-түлік салығы. Қара, азық-түлік салығында мемлекет 30% алады, саған 70% қалады. Азық-түлік салығында саған 30% қалады, неді? Мемлекет 70% алып қояды, неді? Түсіндің ғой? Вот осыны айырмашылығы. Енді қара, мына басқа варианттарды қарап шақшы. Жаппай еңбек міндеткерліктерді енгізді. То есть барлығы жұмыс істеуге міндетті дейді. Бұл көрме еркіндік емес. Бұл значит не? Бұл значит әскери коммунизм белгісі. Азық-түлік салғырты біз айттық, ол әскери коммунизм. Еңбек мобилизациясы бәрін осыны әскери еңбекке тарту, бұл да әскери коммунизм. Енді қара, мынауша. Еңбек міндеткерлігі жойылды. То есть сен уже не обязан работать. Қала істе, қаламасаң істеме, күніңді өзің көр деген сияқты. Поэтому бұл жестқа қатысты болады. Түсіндір алдың ба? Енді қара, біз айтамыз, жест дегеніміз негізінде 1921 жылы 10-шы РКПБ-ның 10-шы съезінде өткен дейміз. 10-шы съезд дегеніміз не ол? Съезд. Ол бізде жиналыс деген сөз. Жақсы. 10-шы съезде бізде азық-түлік салғыртын азық-түлік салығына ауыстыратын болады. Бұның өзі бір үлкен жетістік. Енді қара, саған айтады, неге әскери коммунизмнан жестке көшті? Қандай себептері бар? Қалай ойлайсың, әскери коммунизм кезінде барлығын мемлекет үшін алып қоя берсе, ол
адамдардың жағдайы қалай болады? Нашарлап кетеді. Түсіндің ғой, нашарлап кеткендіктен бұл жерде жағдайды түзеу керек, тіктеу керек. И сол тіктеу үшін бұл жерде әскери коммунизмнен жесқа көшеді. Сондықтан мынау қысқаша айтатын болсақ, жағдайды тіктеу үшін әскери коммунизмға көшеді. Тағын, то есть былай айтамыз, қандай себептер бар болса, азық түлік салғыртына наразылық болған. Кейін ол уақытта электрлендіру жоспары қабылданған еді, Горло жоспары, ол бойынша тоқ өткізу керек болатын еді. Электрлендіруді негізінде өндірісті дамыту керек дейміз. Және экономиканы қалпына келтіру керек дейміз. Ақшаны тұрақтандыру керек болды. Қала мен ауылдың арасындағы проблемаларды шешу керек болды. Бұл себептердің бәрін мен саған астында қалдыратын файлда жазып кететін болам. Ол себептерге тоже міндетті түрде жақсылап қарап ал. Енді қара. Бізде мынау әскери коммунизм кезінде мынандай болады. Әскери коммунизм кезінде теңгермелік жүйе болады. Теңгермелік еңбек ақысы. То есть қара, сен бәріне теңдей бірдей береді айлықта. То есть сен вроде бы, например, біреу 5 қап картоп шығарып тастады да, біреу 10 қап картоп шығарды. Бірақ екеуіне бірдей енді ақша бермейді сол уақытта. Бірдей еңбек ақы береді деп айтсақ. Бұл әскери коммунизм кезінде. Ал енді жест кезінде біз айтамыз, ол бізге жалақыға көшті. Жалақы. Бұл жерде біріншіден ақшалай көбінесе беретін болады. Жалақы деген сөз. Осы уақытта ақша пайда болып жағдай жақсы болып қалған. Мынау әскери коммунизм кезінде вообще ақша да жоқ болып кеткен ғой. Ақша жоқ, ештеңе жоқ, ештеңе ала алмайсың. Поэтому ол жерде бүкіл расчет тек азық түлікпен жүрді. Саған мысал үшін сен жұмыс істедің ба? Саған не береді? Көбінесе құнсызданып кеткен ақша, бірақ ол ақшаны алған тиімсіз. Либо бір шүбертек қағаз береді дейді, или карточка дейміз, сол талончик аласың, сол талончикпен саған тамақ береді. Вот сондай жүйе болатын еді. Негізі жест дегеніміз страшный, тиімді нәрсе екен. Қараш, әскери коммунизм экономика бытшын шығарып кетті, вообще бытшты. Бірақ әскери коммунизм бірнеше жылдардың ішінде бүкіл жағдайды түзеп, еще и плюсқа шыға жүрген. Бұл деген сөз очень круто. Жест деген мықты саясат екен. Бірақ өкінішке орай, жест тек 1925 жылға дейін жұмыс істайды, потому что мына екі саясат та Лениннің саясаты. Ленин негізіне жест дегенді енгізген, бірақ 1924 жылдарға қарай уже қайтыс болады. И соның нәтижесінде 25 жылдары уже басшылыққа ауысады, Сталиндар келеді. Сөйтіп сол Сталин келіп, бұндай жесттерді тыйым сала бастайды. Ресми түрде бұл тыйым салынбайды, бірақ уже 25-ші сол басшылыққа ауысқаннан кейін мынау уже істемей кетеді. Неге істемей қалады дейді? Потому что экономикамен, мынандай себеп бар да, экономикамен саясаттың арасындағы қарама-қайшылықтар дейді. Потому что бұлар негізінде кеңес үкіметі, енді Ресей ол уақытта социализм, коммунизм құрмақшы. Мынау жест деген оларға андай тура келмейтін еді, саясатына тура келмейді. Сондықтан жестті алып тастайды. Ресми түрде ол жойылып кеткен уақыт 1931 жылы. Осы 1921 жылы басталса, 31 жылы уже аяқталатын еді. Но по факту уже 25 жылдан бастап істемейді. Жақсы ма? Мына осындай ерекшеліктер бізде. Келесі сұрағымыз айтады, 1911-13 жылдарында Қытай Синьхай революциясының нәтижесі дейді. Хорошо. Бізде былай болады. Синьхай революциясы монархиялық билікті жоятын болады. Так, Синьхай революциясы бізде 1911-13 жылдар өтеді, Қытайда болады, және ол сол монархияға қарсы болады, және ол тағын манжурлардың сол уақыттағы билігіне қарсы болады. Сол уақытта манжур деген халық Қытайды баспаған еді. Сол манжур деген халық Қытайды баспағандықтан, сол манжурларға қарсы әрекеттер бағытталатын еді. Хорошо. Енді қара. Мына Синьхай революциясы қандай революция болды дейді, сен айтасың. Синьхай революциясы сол буржуазиялық революция болды деп айтасың. Буржуазиялық революция. Оның мақсаты не болды? Монархияны құлату және манжурлардың билігін құлату деп айтасың. Бұның басшысы кім? Бұның басшысы ұйымдастырып атқан кісісі ол Сун Яцен деген кісі. Жақсы? Сун Яцен. Сун Яцен, Синьхай революциясы басталған кезде ол Қытайда емес еді.
ол шетте жүрген еді, басқа шетелде жүрген. И ол эмиграциядан келді дейміз. Эмиграциядан келді, яғни шетелден келді Қытайға. Қай қалаға бірінші келеді? Ол Шанхай қаласына келеді. Шанхай қаласына келеді. Сөйтеді, сол уақытта мына Синьхай революциясының орталығы Нанкин қаласы болатын еді. Орталығы Нанкин қаласы болады. Енді қара, сол Нанкин қаласында бізде осы көтеріліске, революцияға шыққан аймақтар, провинциялар өздері жиналып шешім қабылдайды. Біз енді дейді Қытай республикасымыз деп айтады. Қытай республикасы. Енді біздің уақытша президентіміз Сунь Яцен болсын дейді. Сунь Яцен уақытша президент болады. Енді сол уақытта, получается, Нанкин дегеніміз енді Қытайдың орталық, оңтүстік жақтарына жақында. Ал, значит, оңтүстігінде республика болып жатыр екен, мына оңтүстікте болып жатқан Қытайдың. Ал солтүстікте әлі маньчжурлар отыр, және олар монархияны сақтап отыр. Олардың орталығы Пекин қаласы. Егер оңтүстіктің орталығы Нанкин болып жатса, бұлардікі Пекин. Сол уақытта маньчжурдағы патшалар қорқып кетеді, ойбай, не істейміз енді деп. Сөйтеді, солтүстікте отырған маньчжурлар билікті Юань Шикай деген қытайлыққа береді. Юань Шикайға. Енді мына жақта бір проблема туындайды. Мыналар айтады, не қыламыз енді? Мына Юань Шикай уже қытайлық, біз маньчжурлар кетсін деп жатырмыз дейді. Енді Юань Шикай отыр, ол қытайлық. И сондықтан бұл жерде мынандай сұрақ туындайды. Давай ондай болса дейді, біз революцияны тоқтатайық, Юань Шикай басшы боласасын дейді. Соятсен айтады, жақсы дейді, менде қарсылығым жоқ. Если что, Юань Шикай ала берсін, оны президент қылып мойындаймыз дейді. Сөйтсе, Юань Шикай осы Қытайдың барлық жерін басшысы болып кетеді. Енді қара, 1912 жылы, бұл осы Синьхай революциясын саған айтып беріп жатырмын да, қалай болып жатқанын. 1912 жылы Юань Шикай ресми түрде маньчжурлардың соңғы патшасы Пуйда тақтан бас тартқызады. Анасына айтады, Пуйдің өзі кішкентай болады, анасына айтқызып, міне бас тартыңыздар дейді. Юань Шикай сөйтіп оның Юань Шикайдың айтқан қылады. Сөйтіп енді Юань Шикай өзі толыққанды билеуші болатын еді. Келесі біздегі сұрақ мынандай. 1922 жылы 30 желтоқсанда КСР-ның кеңестерінің бірінші съезі не қылды дейді? Ол одақ мемлекетті құру туралы шартқа мен декларацияны бекітті дейді. Өзі былай болады. Бізде 1917 жылдан бастап, 1918 жылдан бастап деп айта аламыз, 17-18 жылдардан бастап бізде кеңестік Ресей деген мемлекет болды. Кеңестік Ресей. Бірақ 1922 жылы бізде КСР құрылады, қара. КСР дегеніміз өзі не? Қарашы, КСР деген сөз мағынасы кеңестік, социалистік, республикалар одағы. Көрдің бе? То есть одағы. Бұл республикалар бірнеше мемлекеттің одағы екен. Қандай мемлекеттердің одағы? Итак, бірінші РКФСР, ол Ресейдің өзі, РКФСР. Кейін бізде Украина, Беларусь, және біз айтатымыз Кавказ Федерациясы деген осы төртеуінің арасында келісім шарт жасалады. Біз осындай одақ құрамыз дейді. Қазақстан қай жерде бұл жерде? Қазақстанның бәрі мына РКФСР-дің құрамында. Біз РКФСР деген мемлекеттің ішінде автономиямыз. Сөйтсе, бұлар төртеуі келісім шарт жасайды. Біз төртеуміз осы одаққа кіріп жатырмыз, және біз КСР деген мемлекетті құрып жатырмыз дейді. Және сол келісімді енді қараңдар, КСР-ның кеңестерінің бірінші съезі айтады. Біз де келісеміз деп мақұлдайды, көрдің бе? Құралу туралы келісім шартты бекітті дейді. Бұлар да сол келісім шартпен келіседі. Келісім шартпен декларацияны бекітті деп айтамыз. Ал енді кейін бізде 1924 жылы бұл жерде КСР-ның бірінші конституциясы қабылданады. Конституция қабылданды. Бұны біз негізінде Лениндік конституция деп атаймыз. Хотя Лениннің өзі ол уақытта уже өліп қалған болса да, қайтыс болды, өліп қалған деген слишком грубо. Қайтыс болды, және қайтыс болғаннан кейін, бірақ негізгі жобасын осы Ленин жазып кеткен еді.
сонымен қара, бізде осындай бірінші съезд дегеніміз осы болатын еді. Екінші съездіміз бізде мынандай болады. Екінші съезд уже Ленин қайтыс болғаннан кейін болады. Сөйтіп Ленин қайтыс болғаннан кейін мынандай шаралар қабылданады. Біріншіден, Петроград деген қаланы, Петербург қой енді сол уақытта, Петроградтың атын Ленинград деп ауыстырады. Лениннің атына береді, потому что Ленин қайтыс болды, енді соның құрметіне атап осы нәрсені жүргізіп жатыр. Екінші нәрсе дейді, екінші ол Мәскеуде Кремль қабырғасында Ленинді жердемей соған музей ашамыз дейді. И оған музей емес, кесене саламыз дейді. Кесене саламыз. Сол кесенеде адамдар Ленинді көріп ете алады. Ленинді балалар жерлемейді, оны бальзамдап, сақтап қояды денесі шіріп кетпеу үшін. Представляешь, вот сондай нәрселер. Жақсы, ал біз ары қарай жылжыдық. Бізде айтады, БКПБ-ның 14-ші Кеңес одағының саяси өмірінде болған тарихи оқиғаларды хронологиялық реттеумен анықтаңыз дейді. БКПБ-ның 14-ші съезді Кеңес-фин соғысы ұжымдастыру саясаты. Қара, БКПБ-ның 14-ші съезд дегеніміз 1925 жыл, ұжымдастыру дегеніміз 27 жыл, Кеңес-фин соғысы 1939 жыл. Сол себепті бізде 1, 3, 2 болады, жауап А болады. Енді давай мына нәрсеге былай айтып кетейік. Индустрияландыру кезінде бізде не болады? Қара, индустрияландыру деген сөздің өзінің мағынасы ол завод, фабрика, құру деген сөзді білдіреді. Жақсы? Шынымен де кеңес үкіметінде осы уақытта көптеген завод, фабрикалар құрылады. Мысалы, завод, фабрика, темір жолдар. Бірінші осы индустрияландыру кезінде құрылған нәрсе, ол Түркістан Сібір темір жолы. Оның ұзындығы 1,5 километр болады. Екіншісі, біз айтамыз Сталинград трактор заводы. Трактор заводы құрады, Днепрогэс құрады. ГЭС дегенді құрады. Осы нәрселерді бізде құрылатын еді. Енді айтады 29 жылға қарай уже КСРО үлкен құрылыс алаңына айналады деп айтамыз. Тағын 27 жылдан бастап бізде 5 жылдықтар енгізіле бастайды. Яғни КСРО 5 жылға жоспар енгізеді, және сол жоспарлар бойынша құратын болады. Енді тағы бір момент, бізде осы индустрияландыруға ақша қай жақтан алынады? Сонша завод, фабрика құруға. Сен айтасың, ауылдан, потому что ауылда ұжымдастыру саясат жүргізіліп жатыр. Сол ауылдан ақшаны индустрияландыруға, завод, фабрика салуға мүмкіндік береді деп айтасың. Индустрияландырудың нәтижесінде КСРО қалай өзгерді дейді, сен айтасың. Индустрияландыруға дейін КСРО аграрлы ел болды. Аграрлы ел болған еді. Ал енді ол бізде аграрлы ел емес, ол аграрлы индустриалды ел болды дейсің. Аграрлы индустриалды ел болды дейсіз. Түсінікті ғой? Аграрлы деген ол сондай ел, оның шаруашылығында басты табыстың көзі ауыл шаруашылығы, егіншілік, мал шаруашылығы болады. Ал біздің айтатынымыз аграрлы индустриалды елде, олар ауыл шаруашылығы басым болғанымен, тағын индустрия, яғни өнеркәсіп, завод, фабрикалары көп, олардан да табыс таба алатын елді айтамыз. Жақсы ма? Бұл нәрсе ұжымдастыруға қатысты. Енді давай біз сенмен ұжымдастыруды да қарайық. Так. Ұжымдастыруға, индустрияландыруға тиесілі болса, енді ұжымдастыруды қарайық. Ұжымдастыру деген сөз, мысалы айтамын, мына ручка кімдікі деймін. Сөйтесің, бұл ручка Ұлықбек ағайдікі деймін. Бірақ ұжымдастыру деген сөз мағынасы бұл ұжымдікі ету. Енді бұл Ұлықбек ағайдікі емес, бәріміздікі деген сөз. Ұжымдастырудың нәтижесінде бізде колхоздар құрылады. Колхоз дегеніміз коллективное хозяйство қысқартылғанда. Ұжымдастыру бізде негізінде ұжымдық шаруашылықтар құрылады. Қазақшасы колхоздардың ұжымдық шаруашылық. Ұжымдық шаруашылықтарда. Ол жерде трактор бір ғана адамдық емес, барлығынікі. Мал бір ғана адамдық емес, общий болады. Вот сондай нәрсені колхоз дейміз, ұжымдық шаруашылық деп айтамыз. Енді ұжымдастыру бізде қашан қабылданады? 1927 жылы БКПБ-ның 15-ші съезінде қабылданды. Қараш, индустрияландыру 14-ші съезд болса, бұл 15-ші съезде жүретін болады.
көптеген елдерде былай болатын еді, басында аграрлық революция болатын еді, кейін өнеркәсіптік революция болатын еді. Көптеген Европа елдерінде сондай. То есть былай айтқанда, қарапайым тілмен сөйлегенде, бұларда көптеген Европа елдерінде бірінші ұжымдастыру болатын еді, ал одан кейін индустрияландыру болатын еді. Бірақ КСРО-да дейді, енді бұлар қалып бара жатқандықтан екеуі де бірге жүре берді. Яғни индустрияландыру да, ұжымдастыру да бірге жүре берген еді. Сонда мысалы, ұжымдастырудың саясатының нәтижесінде жалға беру, мысалы үшін, жалға беру деген нәрсе, жалданбалы еңбекті қолдану деген нәрселер уже тыйым салынды. Потому что бәрі общий ғой, кім-кімді жалдайды сонда. Бәрі жұмыс істеу керек дейді. Ауқатты шаруаларды біз сендермен кулактар дейміз. Кулак, тым керек емес. Кулактарда өндіріс құралдарын, шаруашылықтарын бәрін алып қою. Және бұл жерде бүкіл нәрсені мемлекеттік меншікке өткізу нәрселері общий қылу деген нәрсе жүретін еді. 37 жылға қарай, яғни 27 жылы басталса, 37 жылға қарай бізде ұжымдастыру аяқталып, шаруалардың, қожалықтардың 93% дейді, осы ұжымдасып болған деп айтамыз. Мында сондай оқиғалар. Енді давай кеңес-фин соғысы туралы саған айтып берейін. Шаршап қалмадың ба? Надеюсь, бәрі дұрыс, шаршап қалмаған шығарсың. Наверное, бұл соңғы сұрағымыз шығар талдайтын. Кеңес-фин соғысы. Кеңес-фин соғысы бізде ол 1939 жылы басталды дедік. Бұл кіммен арасында? Сонда КСРО мен Финляндияның арасындағы соғыс. Финляндия. Неғып бұлар ұрысып жүр? Бұлардың ұрысуына мынандай нәрсе болады. Финляндия, КСРО айтады, Балтық елдерге, сол аймақтағы елдерге айтады, сендер барлықтарың менімен өзара көмек туралы келісімге қол қоясыңдар дейді. Финляндия дейді, жоқ, сенен қол қойғым келмей жатыр дейді. А Финляндия мен КСРО тікелей шекараласатын елдер. Сөйтеді, кеңес үкіметі, ондай болса қоймайсың ба деп, өзінде күшімен Финляндияны мәжбүрлемекші болады. Бірақ Финляндия жестко қарсылық көрсетеді. Итак, қара, кеңес-фин соғысы 30 қарашада басталады. Сенен сұрайды, қандай оқиғадан басталды дейді. Сен айтасың, кеңес-фин соғысы Финляндияның астанасы Хельсинкиді бомбалаудан басталды дейсің. Хельсинкиді бомбалаудан басталды. Бірақ, конечно, бұл жерде агрессор кім? Бірінші шабуыл жасап жатқан кім? КСРО. Сол кезде Ұлттар лигасының кеңесі айтады. КСРО давай дейді. Сен бізден шығып кет дейді. Сөйтеді, Ұлттар лигасынан КСРОны шығарып жібереді. Не үшін шығарып жібереді? Финляндиямен соғысы үшін. Енді бұл жерде 1940 жылы Германияның араласуымен, Германия, екеуін жарастырмақшы болады, қойсаңдар жүрсе бермеңдерші деп. Хотя Германияның өзі агрессор. Бір жылдан кейін, практически даже бір жылға жетпей, бір жылдан кейін бұл КСРО шабуыл жасайын деп отыр. Енді Германия қойыңдар деп КСРО мен Финляндияны екеуінің араласып бітім туралына шартқа қол қояды. Бұл шарт бойынша енді бұл шарт кімге тиімді болады? Көбінесе КСРО-ға. Потому что Карель мойнағынан кеңес фин шекарасы солтүстік батысқа қарай жылжиды. Яғни КСРО өзінің шекараларын солтүстік батысқа қарай кеңейтіп алады. Бұл не үшін өйтеді? Потому что бұл Санкт-Петербургты қорғамақшы болады. Потому что сол уақытта сол жерде Санкт-Петербург болады, сол Санкт-Петербургты сақтап қалу үшін сол шекарасын ары қарай кеңейтіп алатын еді. Хорошо, міне осындай оқиғалар. Пока бұл бірінші бөліміміз, бұл нұсқаны талдауымыздың барлығы түсінікті болған шығар деген ойдамын. Бірнеше түсініксіз болып қалса, міндетті түрде комментарийға жазып кет, жауап беремін. Көргенің үшін рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болайық.